Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 11-ші күні. Ауыз ашарға гуляш пен салат дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз, қоңырқай түс болғанша. Мінекей жақсылап қуырылып жатыр. Енді үстіне сарымсағымыз салып, тағы да 1-2 секунд араластырып, үстіне дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, тағы араластырып, томатымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз бір кішкене, иісін шығарып. Одан кейін үстіне бір кішкене суымызды құйып, 1 стакандай су құясыздар, көп керек жоқ құйып. Енді баяу отта піскенін күтеміз. Ет пісқанға дейін біз гуляштың соусын дайындаймыз. Қызып тұрған табамызға ұнымызды салып, осылайша араластырып тұрамыз. Қайта-қайта күйіп кетпеу керек ұнымыз. Ұнымыз бір сарғыш түске ауысады. Осылай араластырып тұруымыз керек. Күйген дәм шығып кетпеу керек, өйткені әйтпесе соустың дәмі күйік татып кетеді. Осындай түсі сарғыштау болады. Оның үстіне комнатный температурадағы суымызды құйып, араластырып, осындай жидкий болады. Оны пісқан етіміздің үстіне құямыз. Егер де сіздер соусын сұйықтау қылған қаласаңыздар, үстіне қайнаған су құямыз біраз. Одан кейін 5 минуттай қайнатып аламыз. Ендігі кезекте картоп пюресін дайындаймыз. Картоптың үстіне сары майды қосып, сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Өте тез дайын болатын пюре. Мінекей уже дайын болды. Енді салат жасауға кірісейік. Капустамызды осылайша ұзынша қылып тураймыз. Одан кейін редискамызды осылай жіңішкелетіп тураймыз. Огурцымызды осылай 4-5 қылып тураймыз, онша сақтамаймыз. Барлығын осылайша бір ыдысқа салып, чим-чим деген приправамызды қосып, үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ауыз ашарға гуляш пен салатымыз дайын болды. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.